Сонау 60-шы жылдары Бекеннің атағы жер жарардай дүркіреп тұрды. 5 мыңнан астам қой, үйір-үйір жылқы, қора толы сиыр. Бір емес, 3 бірдей жап-жас әйелді жар етіп алған. 60-шы жылдың соңына қарай бәйбішесі Гүлжаннан туылған тұңғыш ұл перзентінің құрметіне ұлан-асыр көкпар той берді. Салымға тігілген қара малдың есебі жоқ. Жан-жақтан ат терлетіп, ең мықты шабандоздар бәйгеге шапты. Бос қол қайтқан ешкім жоқ. Бәрінің де қанжығасы майланып, риза болып тарасты. Ұлының есімін Құдайберген деп атады. Бала дегенде ет жүрегі ел жегенмен, оған тең келер қатыгез адам жоқтың қасы еді. 3 әйелінде құлындай көретін. Қаласа қамшымен сабап, қаласа тепкілеп ұрып соққан. Ол кезде ажырасу, соттасу дегеннен бейхабар әйелдер басына не күн туса да міз бақпай шыдап жүре беретін. Таң қараңғыдан тұрып, бірі биесін, бірі сиырын сауып, сексеуіл жинап, қазан-қазан сүт пісіріп, қымыз ашытып, тыным таппайтын. Ұлы Құдайберген жыласа болды, әйеліне делеу қол көтере жөнелетін. Ертелі-кеш тыным таппай, бала туып, бар жағдайын жасап, тілдерін тістеп жүрсе де, үшеуінің де көрген күні осы болып қала берді. Құдайбергеннің еркелігі соншама, жалғыз өзі 10 балаға тең келетін. Әкесінен көргенін үйренген бала өте бұзақы болып өсе берді. Әке анадан бұрын тілі шықпай жатып айтқан сөзі боғауыз. Анасына деген мүлдем сый құрметі жоқ. Бәйбішеден 2 ұл, 3 қыз, 2 тоқалдан тағы 4-4-тен сәби дүниеге келіп, 13 баланың әкесі атанды. 2 тоқалдан туған ұл перзенттеріне аса қатты көңіл аудара қойған жоқ. Тәрбиелеріне көбінесе аналары көңіл бөлді. Ал Құдайбергенді әкесі бір елі жанынан тастамайтын, тіпті мектепке де берген жоқ. Тұла бойы тұңғышы болған соң ба, әлде мінезі, түр әлпеті өзінен аумай қалған соң ба, ол дегенде шығар жаны бөлек еді. Бар байлықтың бәрін аяғының астына үйіп төкті. Тіпті ауылдың әкімінде жоқ сол кездегі хит көлік Нива автомобилін ең алғаш болып Құдайберген тізгіндеді. Дәл әкесінен аумаған мейірімсіз, тас жүрек, қатыгез болып ер жетті. Өзге бауырлары оған қызғанышпен қарайтын. Олар қора тазалап, мал бағып жүргенде Құдайберген тындырып жатқан бір жұмысы жоқ, көлігін мақтанып, ары-бері зырылдап жүретін. Бауырларына бас көз болуды әкесі бұйырған соң, өз міндетін асыра пайдаланып, кейде өз бауырларын қамшылап, сабап алатын. Бауырларының көрмеген қорлығы жоқ. Осылай жүргенде 80-ші жылы қыстың қара суығында ауылға індет жайылып, Бекеннің 5 мыңдай қойының, қара малының басын жалмап өтті. Соншама жылдан бері жиғаны еш болған соң кімде болсын күйінер анық қой. Күйінгені соншама, жүрегі шыдамай көп етпей, қалған малын 3 әйеліне бөліп беріп дүниеден өтті. Қара шаңырақ үй-жайға үйі болып, тұңғышы Құдайберген қалды. 2 тоқал малын айдап, бала шағасымен өз арбасын өздері сүйреп кете берді. Қаншама жылғы ауыр тіршілік, ұрып-соғудан әбден қажып, денсаулығы сыр бере бастаған бәйбішесі Гүлжан тұңғышын, яғни Құдайбергенді үйлендіргенді жөн санады. Оңы мен солын ажырата алмайтын, сауаты жоқ мейірімнен жұрдай жігітке өз секілді мейірімсіз қатыгез ата-ана ғана мал үшін қызын берді. Дәл әкесі секілді ол да жары Зағираны құлындай көріп, әкесінен көргенін жасап, жөнсіз ұрып соға беретін. Малдың жанында жүргенімен, малдың жай күйінен мүлдем хабары жоқ жігіт
әкеден қалған аз малдың да күлін көкке ұшырды. Аман есен қалған тек 10 шақты сауын сиыр ғана. Екі тоқалдың балдары болса, мал жайын көбейтіп, атақтарын кеңге жайып, бай бақуатты болып кетті. Оның бәрі екі әйелдің ұлдары жастайынан малға қарап өскендерінен болар. Жарының қорлығынан әбден мезі болған байғұс Гүлжан ұлының күйігіне шыдай алмай, қан қысымы жоғарылап қайтыс болды. Бар ауыртпалық Зағираның мойнына артылды. Бар сүйеніші, соққыға жығылғанда араша түсер қорғанышы, басынан сипап ақылшы болып, өз анасы бермеген махаббат сездірген енесі дүниеден өткен соң, тентек күйеуінен қашып кеткісі келіп, қанша мерет талпынса да еш кете алмады. Көздері жәутеңдеп жасқа толып, бар үмітіміз сізде. Бізді мына қатыгез ағамыздың қолына тастап кетпеші дегендей қараған қайын сіңілілеріне қарап кете алмайтын. Солар үшін талай рет арқасын қамшыға тосып, тентек ағаларының соққысынан қорғап, қалқан болып жүрген соң, үш қыз Айдана, Маржан, Сымбат жеңгелерін анасындай көріп, кетпеуін жалынып сұрайтын. Үш қыз үшін осы үйде қалуға бел буды. Одан бөлек өлер алдында енесіне берген, осы балаларға қамқор болам деген уәдесі тағы бар. Солар үшін өзін құрбан етті. Тәңірім, бізді аяй көр. Мына қатыгез мейірімсіз, хайуаннан да бетер адамның мұз болып қатқан жүрегін жібітіп, мейірім ұялата көр. Бейкүнә мына үш қарындасын оның жауыздығынан сақтай көрші Құдайым. Бұл сөздерді Зағира күніне 1000 қайталап айтатын. Құдай берген айналдырған 10 шақты сиырын айдап, қырға кетіп, мас күйінде, сиыр да жоқ, басқа да жоқ, шаң топыраққа аунап, үйіне домалап әзер келетін. Артынан інісі Сәкен барып, малдарын айдап келуші еді. Зағира күн сайын сол сиырларынан сауған сүтін бөтелкелерге құйып, мотоциклге мініп, алып 60 шақырымдай шалғайда жатқан қалаға апарып, дүкенге өткізіп, азық-түлігін алып қайтатын. Одан бөлек маскүнем күйеуіне бір бөтелке харам су арағын алып қайтады. Оны алмаса, келген соң Есуас байы аяусыз соққыға жығады. Басқа азық-түлікке жетпей қалса да, амалсыз сол харам арақты алуға мәжбүр еді. Наурыз айында сиырлары суалып, сүт азая бастады. Ары тартса арбасына, бері тартса өгіз өледі деген Зағира не істерін білмей байғұстың күйін кешіп жүрді. Ара қалса азық-түлікке жетпейді. Алмаса күйеуі аямайды. Қойш, жеп жүрген таяқ қой. Ана балдар аш қалмасын деп, арақтың орнына бір күні керек азық-түлігін алып қайтты. Қырбасына барып, ішіп-ішіп қайтуға дайын тұрған отағасы, әйелінің құр қол келгенін көргенде есінен алжасты. Онсыз да грамдап азаздан сатып алған азық-түліктің бәрін жерге шашып төгіп тастады. Оңбаған малғұн, сенің мұның не? Өзің де жейсің ғой осы тамақты. Обалынан қорықсаңшы. Менің дәрім қайда? Мен саған ескерткенмін. Жоқ, дәрі дейді ғой. Қайдағы дәрі? Захарыңды ішіп өле қалғыр. Мына бір әке, бір шешеден туған бауырларыңды аясаңшы. Ей, сенің тілің шығайын депті ғой сайқал. Кәне, кел бері. Құдай берген Зағираны қуалап жүріп, аямай қамшымен сабады. Қашуға дәрмені қалмай, жерге құлаған әйелінің ішінен бүйірінен тепкілей берді. Әйелдің астынан қан кетіп, жан жағы қып-қызыл қанға боялды. Қанды көріп шошып кеткен Құдай берген бас ауған жаққа қарап қаша жөнелді.